Бүгін біз қарапайым пияздың пайдасы мен зияны туралы сөз тарқататын боламыз. Ағзаға зиянын келтірмейтіндей етіп, қанша мөлшерде пиязды жеуге болады және қаншалықты көп жесең зияны болуы мүмкін. Жайғасып отырыңыздар. Бұл видеоны соңына дейін көріңіз, себебі бұл ақпарат сізге міндетті түрде өміріңізге қажет болады. Заман қарқынына сай әрбір жан ағзасының саулығын сақтап, дұрыс тамақтануды, дұрыс өмір салтын ұстануды көздейді. Бұл жолда біздің арна сізге қазақ тілде нақты ақпарат беруге тырысады. Сондықтан басқа да адамдардың көруіне септігіңізді тигізерсіз деген үмітпенен лүпіл қойып тіркеліп өтуіңізді сұраймыз. Ал кеттік. Пияз көзден жас ағызатын және тағамның дәмін кіргізумен қатар емдік қасиеті де бар екенін көпшілік біле бермейді. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс, бірте-бірте Мысыр, Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Қай жерде болмасын кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған. Ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін әрі жарақатты жазатын шипалы, қасиеті күшті өсімдік деп есептеген екен. Олардың бір түріне жеңімпаз деп ат берген. Қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһанкездер пиязбен құрқұлақ ауруын емдеген. Пияз құрамында түрлі дәруменге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін көзді ашытатын ұшпалы фитонцид деген зат бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Мәселен, пиязды спиртке қосып жасаған аллачеп деген дәрі асқазан, ішек науқасына, сондай-ақ атеросклерозға да ем бола алады. Пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қан диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы болып келеді. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Бәз біреулер мұрнынан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес. Себебі қызарып, бөртіп тұрған силекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шәйнектегі ыстық суға қосып, булап емдеген пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Ріңдеген жараға үсіген жерге басуға да болады. Пияздың шаштың түсуін тоқтататын да қасиеті бар. Пияз сөлін мақтаға тигізіп, бастың ұйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды үккіштен өткізіп, оны басқа жағып сыртынан таңып қою керек. 1,5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып тастаған жөн. Үккіштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, бал, 1 шай қасық қосып, құрғақ шашқа жақса шаш түсуі мен ұштануын тоқтатып тез өседі. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек кездеседі. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі бар. Пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Ескерту: пияздың емдік қасиетінің шипасын көру үшін алдымен дәрігердің ақыл кеңесіне жүгініңіз. Себебі бірқатар ауруларға пияздың пайдасынан гөрі зияны мол. Бұған дейін өздеріңіздің пияздың шығу тарихы мен пайдасымен таныстырып өткен болатынбыз. Алайда көпшілік біле бермейтін пияздың тағы да 6 түрлі пайдасынан хабардар бола жүріңіз. Біріншіден, пияздың балмен араластырылған суы ангинаға жақсы көмектеседі. Ол үшін қоспаны күніне 2-3 реттен ішіп отыру керек. Жарақат алған жағдайда пияз сол жерді залалсыздандырушы ретінде де қолданылады. Пияз әсіресе суды жақсы тазалайды. Ыдыстағы суға оны бір түйір салып жіберсе, судың жаман дәмін алады. Тұмауратып жөтеліп жүрген кезде пияздың сөлі қақырушы ретінде де қолданылған. Суықтап қалған кезде дәкені пияз сөліне батырып алып, күніне 3-4 рет 10-15 минуттан мұрынға тығып қойса, тұмауы тез кетеді. Әдетте кішкентай балалардың бір қатарында аскарида болатыны белгілі. Сондай жағдайда бұрынғылар бір бас пиязды ұсақтап турап, бір стақан ыстық суға 10-12 сағат бұқтырып қойып, 3-4 күн бойы аш қарынға ішкізетін болған. Бір айта кетелік нәрсе, бүйрек, бауыр, жүрек ауруы бар адамдардың пиязды абайлап қолданғаны жөн. Зияны қышқыл болғандықтан асқазанның шырышты қабығын тітіркендіреді. Сол себепті гастрит пен ойық жарасы бар адамдарға жиі жеуге болмайды. Шамадан тыс қолданғанда астманың басталуы немесе қан қысымының жоғарылауы мүмкін. Өт, бауыр және бүйрек аурулары кезінде
аз мөлшерде пайдалану керек. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады, еркектік қуатты арттырады, иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі, ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басады, қуаттандырады, ағзаны құрттан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамырлар жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді, асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырысты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады, қан айналымын реттейді, варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады, ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді, инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар, қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршықтануды, терінің сезімталдығы мен тетістігін емдейді. Бұлшықеттердегі аурулықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтыратады. Қалай дайындалады? Бүйректегі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стақан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабағын шай демдеп ішкеніңіз жөн. 1 стақан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішсеңіз болады. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдыртады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар, бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырларын тазалайды. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішсеңіз болады. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стақан араққа саласыз. 2 аптадан кейін тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдаған жөн. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, жарты ас қасық бақ-бақ одуванчик тамырын және жарты ас қасық мың жапырақ тысячелистник шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мм-ден ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн. Ал құрметті көрермен, ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп үліпір қоюды ұмытпаңыз. Біз бүгін пиязды қалай пайдаланғанын жөн, қандай ауруларға қарсы қолданған жөн, сол жайында сөз тарқаттық.